Сәлем балалар, 4 сынып қазақ тілі 20 сабақ мәтіннің түрлері тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен мәтіннің түрлерін ажыратып, шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап беретін боласың. 23-ші жаттығу. Мәтінді оқы, мәтінде не туралы айтылғанын тап. Қант пен тас. Кішкентай Болаттың қолындағы бір шақпақ қант байқаусызда жерге түсіп кетті де домалап барып сонадай жерде жатқан тасқа соғылды. «Шекең ауырды ма?» деді тас масаттанып. «Өзің келіп соғылдың ғой». «Ауырған жоқ», деді қант ақырын ғана. «Мен байқаусызда саған соқтығып қалдым. Соғанда мақтанасың ба?» «Мақтанбағанда ше, бұдан былай байқап жүр. Менің денемнің шойындай қатты екенін біліп қой». «Оның несін айтасың?» деді қант. «Әркімде бір қасиет бар. Сен қатты болсаң, мен тәттімін». «Ендеше білсең, айта қойшы», деді тас. «Қатты жақсы ма, тәтті жақсы ма?» Бұл екеуінің сөзін тыңдап тұрған Болаттың атасы күліп жіберді де: «Негізінен тәтті жақсы, бірақ реті келгенде қаттының да қажеті бар», деді. Мәтіннің авторы Ахмет Сарбопин. Бұл мәтіннің қай түрі? Мәтін бөліктерін тап. Бұл әңгімелеу мәтіні. Мәтін 3 бөліктен тұрды: кіріспе, негізгі және де қорытынды бөлігі. Кіріспе бөлігінде қанттың тасқа соғуы, негізгі бөлігінде қант пен тастың әңгімесі және қорытынды бөлігінде Болаттың атасының қорытынды сөзі. Сұрақтарды жалғастыр. Неге тәтті жақсы? Қаттының қандай жақсы жақтары бар? Тас несімен мақтанды? Болаттың атасы не деді? Сұрақтарға жазбаша жауап бер. Тәтті көңіл күйді көтереді, дәмді болады. Екінші сұраққа жауап. Үй шаруасында қаттының да және де күнделікті өмірде де қажеті бар. Тас несімен мақтанды? Тас шойындай қатты денесімен мақтанды. Болаттың атасы тәтті жақсы, бірақ кейде қатты да жақсы деді. 24-ші жаттығу. Суреттерге қара. Оқиға неден басталды? Оқиға қалай өрбіді? Әрі қарай не болды? Немен аяқталды? Әңгімелеу мәтінін құрап жаз. Ол үшін өңір беттегі әңгімелеу мәтінін құраудың нұсқаулығын басшылыққа ал. Асқар мен Самат аулада көбелек ұстап ойнап жүрді. Олар кенет жерде шиқылдап жатқан сап-сары балапанды көрді. Асқар балапанның ағаш басындағы ұядан құлап кеткенін түсініп, оны ұясына салып қойды. Екі дос ағаш жанында балапанның анасы келгенін бірге күтті. Бір кезде торғай балапанына келді. Балапанның даусынан қуанғаны байқалады. Асқар мен Саматқа олар сондай бақытты көрінді. 25-ші жаттығу. Суретке қара. Қай құс бейнеленген? Қарлығаш бейнеленген. Қарлығашты сипаттау үшін оның ерекше белгілерін анықта. Сипаттау дәл әрі анық болу үшін қандай сөздерді пайдаланатыныңды ойлан. Оған өз көзқарасыңды білдіруді ұмытпа. Қайсы шешімді табуға бағытталған сұрақ деп ойлайсың? Ойыңды дәлелдеп көр. Қарлығаштың түсі қандай? Қарлығаш ұясын неге үйдің ішіне салады? Қарлығаш неге қыстап қалмайды? Әрине, шешімін табуға бағытталған сұрақ қарлығаштың түсі қандай сұрағы. Өйткені біз сипаттау мәтінін құрастыру керекпіз. Демек, ең алдымен қарлығаштың сипатына, оның түрі, түсіне мән береміз. Қарлығаш туралы сипаттау мәтіні. Қарлығаштың түсі қара, бүйірі ақ, қанаттары қара түсті жіңішке. Ал
құйрығы болса айыр. Қарлығаштың тұмсығы қызыл түсте болады. Қарлығаштар ерте көктемде айларында ұшып келіп, күн салқындағанда ұшып кетеді. Олар майда жәндіктер мен құрт, құмырсқаларды жеп, адамға пайда келтіреді. 26-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Боданбек пен Шоғанбек үйелмелі, сүйелмелі. Екеуі бірге туған мен пішіндерде, мінездерде екі басқа. Боданбек ақ құба өңді, жұқалтаң, қағылез. Ал Шоғанбек жалпақ беттеу, тотыққан қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төртбақтау. Боданбектен жасы үлкен болса да, бойы 3 елідей аласа. Боданбек елгезек, жан-жануарларға жаны ашығыш, күшік көрсе де, мысық көрсе де тимейді. Қыңсылатып ұрмайды. Құйрығынан сүйреп, бажылдатпайды. Мәтіннің авторы Жәнібек Карбозин. Бұл сипаттау мәтіні. Екі баланы салыстыра сипаттауда қандай сөздер қолданылған? Салыстыра сипаттауда олардың мінездері екі түрлі, пішіндері екі түрлі екендіктері айтылған, яғни ақ құба өңді, жұқалтаң, қағылез, қызыл қоңыр, жұп-жұмыр, төртбақтау, жалпақ беттеу, бойлары үлкен және аласа екендіктері туралы баяндалып тұр. Олардың пішіндері мен мінездерінде айырмашылық бар ма? Иә, әрине, олардың пішіндерінде де, мінездерінде де айырмашылықтар бар. Қарамен жазылған сөз сипаттауда қандай рөл атқарып тұр? Мұндағы қарамен жазылған сөз, яғни ал сөзі қарсылық мағынада қолданылып тұр, яғни Боданбектің мінез-құлқы пішініне Шоғанбектің мінез-құлық пішіні сәйкес келмейтіні туралы баяндайды. Келесі сұрақ. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып көр. Ал Шоғанбек далада жүрген мысықты ұстап алып, қинамақ болды. Оны көрген Боданбек не істейді деп ойлайсың? Сұраққа жауап бер. 27-ші жаттығу. Кестенің көмегімен сипаттау мәтіннің ерекшеліктері тақырыбында хабарлама жаса. Сипаттау зат не құбылыстың негізгі белгілерін көрсету. Сипаттаудың атқаратын қызметі затты немесе құбылысты әсер етіп бейнелеу. Пейзаж көрінісін, портретті, интерьерді, адам мінезін сипаттау түрлеріне жатады. Сонымен қатар сипаттау құрылымы затты құбылысты әсер етіп көрсету негізгі белгілеріне тоқталып, қорытынды жасаудан тұрады. Сонымен сипаттау мәтіннің ерекшеліктері тақырыбындағы хабарлама. Сипаттау мәтінін бір затты не құбылысты не оқиғаны сипаттау арқылы құралады. Сипаттау мәтініне қандай, қай сұрақтары қойылады? Сипаттау мәтінінде заттың не құбылыстың ерекше белгілерін әсер етіп көрсетеді. Пейзаж көріністерін, портрет, интерьерді және де адам мінезін сипаттап мәтін құрауға болады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.